Биологиялық жүйелеу негіздері пәнінен номер 13 дәріс. Дәрістің тақырыбы қошырнақтылар класының қатарлар тобы. Тақырыптың негізгі сұрақтары: қалампырлар тектес бір жабынды өсімдіктер қатарлар тобы бірінші, екінші, тұқымдары гүлтүйіннің қабырғасына жанаса орналасқан бос желектілер қатарлар тобы, үшінші, тұқымдары гүлтүйіннің қабырғасына жанаса орналасқан біріккен желектілер қатарлар тобы. Қалампырлар тектес бір жабынды өсімдіктер қатарлар тобына қалақайлар, қалампырлар, алабұталар, тарандар секілді тұқымдастар топтастырылады екен. Аталған тұқымдастардың ішінде жетекші жалпы зерттелген флоралардың ішіндегі жетекші орындардың бірін алатын алабұта тұқымдасын қарастыруды жөн көрдік. Алабұта тұқымдасына негізінен бір жылдық немесе көп жылдық өсімдіктер, негізінен топыраққа, сорттан топыраққа соның ішінде төзімді шөптесін өсімдіктер, ағаштар, бұталар түрінде кездесетін тіршілік формалары өсімдіктерді топтастыратын тұқымдасты қарастырамыз. Ақ алабұта, жылтырауық көкпек секілді алабұта тұқымдасының өкілдері негізінен кең тараған өсімдіктердің қатарына жатады. Келесі, Ақтөбе облысы флорасының құрамында аталған екі түрден басқа, яғни өте көптеген алабұта түрлері кездеседі. Солардың ішінен бірқатарын атап өтеміз: егісті бір жапырақ, Европа бұзаубасы, шұқыр жапырақты сораң және шырмалған өсімдіктері. Каспий сорқаңбағы мен ақбас көкпекке жете тоқталып кететін болсақ, екеуі де жартылай бұта өсімдік. Жартылай бұта, яғни тіршілік формасы бойынша ронкер бойынша хамефит өсімдіктер болып табылады. Ксерофит өсімдіктер, галофит, яғни тұзды жерде өсетін, тұзды топырақты өсетін өсімдіктер. Енді бұлардың маңызы бойынша қарастыратын болса, Каспий сорқаңбағы жемшөптік өсімдік, техникалық маңызы бар өсімдік болып табылса, ал ақбас көкпек негізінен жемшөптік өсімдік болып табылады екен. Қандай жерде өсетін, яғни өсімдіктердің өсу ортасы осы дәріс мазмұнында берілді. Екінші, тұқымдары гүл түйінінің қабырғасына жанаса орналасқан бос желектілер қатарлар тобында екі тұқымдас аталған. Олардың біріншісіне жеке тоқталып өтеміз, яғни брассикация тұқымдасы, орам жапырақтар тұқымдасы дейді, немесе крейскөкілдер тұқымдасы екен. Бұл жалпы жер бетіндегі құрлықтардың барлығында, әсіресе қоңыржай, суық климат облыстарында таралған өсімдік болып табылады. Тіршілік формалары негізінен шөптесін өсімдіктер, арасында бұталар да кездеседі. Брассика, яғни капуста туысында 50-дей түр бар деп саналады. Негізінен бақша өсімдіктері болып келеді. Шалқан капуста 2 жылдық өсімдік, жабайы капуста бұл 1 жылдық өсімдіктердің қатарына жатады екен. Әрине, бұлар негізінен шалқан капуста, тамаққа, мал азығы ретінде пайдаланылатын сорттары шығарылған туыстың қатарына жатады және барлық жерлерде кең тараған деп есептеледі. Ал жабайы капуста бұл арамшөп ретінде жиі өседі, себебі майлы дақыл ретінде өсіріледі және майланатын дақыл ретінде себілетін брюква, рапс түрлері бар екен. Жалпы крейскөкілдердің көпшілігі тамаша омарталық өсімдіктер болып табылады орам жапырақтардың санатынан. Жалпы көптеген түрлері аса зиянды арамшөптерде болып келеді екен. Бұл жерде біздің слайдымызда брассикация тұқымдасына жататын бірқатар түрлер берілді, яғни облыс флорасында зерттелген өсімдіктердің қатарынан саналады екен. Найза жапырақты ақшешек, қырлы шытыршық өсімдігі, сарбас қурай тәрізді ақбас қурай өсімдігі және нәзік сарботқа өсімдіктерін атап өтуге болады екен. Бұл жерде жалпы морфологиясына берілген нәзік сарботқаның және жабайы шомыр, бұл 1 жылдық шалғындықтарда, егістік аралықтарында, далада, жайылымдарда, яғни кең тараған өсімдік деп айтуымызға болады екен. Келесі биік сарбас қурай өсімдігі 1 жылдық шөптесін өсімдік, қаланың қиыршық тасты жерлерінде, жол бойларында, тұрғын үйлердің маңында, бұталар арасында жиі кездесетін өсімдік. Сәуір-мамыр айларында гүлдейді. Негізінен шаруашылық маңызы бойынша келетін болсақ, жемшөптік өсімдікке жатады екен.
Тіршілік формасы бойынша терафит өсімдік және мезоксерофиль болып табылады. Келесі тұқымдар гүлтүйеннің қабырғасына жанаса орналасқан біріккен желектер қатарлар тобы. Бұған асқабақтар және астралар тұқымдасы. Асқабақтар тұқымдасы негізінен 1000-дай түр жатқызылады екен, 120-ға жуық туыс деп есептеледі. Жер шарының екі бөлігінде де тропикалық, субтропикалық аймақтарда кең таралған өсімдіктер. Негізінен қоңыржай климатты облыстарға да өтеді деп беріледі әдебиеттерде. Түрлерінің басым көпшілігі үрмелеп өсетін, сиректі ұзын сабақтар арқылы жерге төселіп өсетін бір жылдық өсімдіктер болып келеді. Негізгі туыстарын атап өтетін болсақ, қияр, қауын, қарбыз, асқаба. Бұлар негізінен мәдени өсімдіктер, қазіргі таңда кең қолданылып жүрген көкөністердің қатарындағы өсімдіктер болып табылады өкілдері. Тұқымдасқа жататын палацинт, жүзім туыстарының өкілдері дәрілік өсімдіктер болатын болса, рюкша туысы түрлері сәндік өсімдіктердің қатарынан саналады екен. Жалпы люфа туысына тоқтала өтетін болсақ, 50-ге жуық жалпы дүниежүзі бойынша түрлері бар деп есептеледі екен. Негізінен Азия, Африканың тропикалық, субтропикалық аймақтарында кең таралған өсімдіктің қатарына жатады. Бұл өсімдіктердің негізі жас жемістері өз жерлерінде көкөніс ретінде қолданылады екен де, ал енді піскен жемістері түрлі мақсатта қолданылады. Соның ішінде жалпы осы өсімдіктердің құрамында 25%-ға дейін май болады екен. Бұл май бірақ техникалық мақсатта қолданылады екен және сабын өндірісінде қолданыс табатын өсімдіктің қатарына жатады екен. Келесі астралар немесе күрделі гүлдер тұқымдасы, қоңыржай аймақта шөптесін өсімдік, шала, бұта түрінде өсетін 1-2 көп жылдық өсімдіктер болып саналады. Жалпы гүл шоғырларының себет гүл болуы осы тұқымдастың негізгі белгісі болып табылады. Біздің алдымызда бұл жерде бек андыз өсімдігі берілген және құмдық салобас өсімдігі. Жалпы бұлар осы астра тұқымдас өсімдіктерінің негізгі маңызды шаруашылық құндылық маңызы бар өсімдіктердің қатарына жатады. Енді облыс флорасындағы осы астероцея тұқымдасының флористикалық тізімінде жалпы 50 туысқа топтасқан 198 түр тіркелген деп зерттелді. Жетекші туыстарының саны бұл жерде 14 туысы бар екен. Ол туыстардың ішінде 29 түрмен артемизия алғашқы орынды алады екен. Жалпы осы жетекші туыстардың санында барлығы 134 түр топтасқандығын. Негізгі қазіргі таңда ерте көктемде гүлдейтін өсімдіктердің қатарына кәдімгі шөп өсімдігін жатқызамыз. Сонымен бүгінгі дәрісімізді қысқаша мазмұнына тоқтала келе, қарастырған қалампырлар тектес бір жабынды өсімдіктер қатарлар тобына 4 тұқымдастың жататындығын атап айтқанда қалақшылар, қалампырлар, алапқылар, тарандар тұқымдастарын, екінші капусталар мен көкнарлар тұқымдастары, тұқымдары гүлтүйеннің қабырғасына жанаса орналасқан бот желектер қатарлар тобына топтасатын болса, асқабақтар мен астралар тұқымдастары тұқымдары гүлтүйеннің қабырғасына жанаса орналасқан бірақ та біріккен желектер қатарлар тобына топтасады.